Балалар, суретке қарап, бүгінгі тақырыбымызды болжап көрейік. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Үшінші тапсырма. Гендік жағынан өзгеріске ұшыраған өнімдердің әлемге тез таралуына аштықтан қырылып жатқан халық себеп болған. Өнімнің бір ғана генін өзгертіп, оны тез арада көбейту мүмкін екенін анықтаған ғалымдар ашаршылықтың алдын алуға тек гені модификацияланған ағзалар ғана көмектесе алатынын білген. Алғашында мұндай өнімдер тек ашаршылық жайлаған елдерге ғана жөнелтілген. Өндіруші елдердің өзінде оны пайдалануға тыйым салған. Себебі ғалымдар ол кезде оның адам ағзасына кері не оң әсерін зерттеп үлгермеген. Ғаламторда жарияланған деректерге сүйенсек, шетелдік ғалымдардың зерттеу нәтижесі ГМО-ның аллергия, белсіздік, бедеулік сынды тағы бірнеше аурулар туғызатынын және солардың кең өріс алуына орта туғызатынын дәлелдеген. Дегенмен ол өзгелер тарапынан қолдау таппай, мақұлданбай отырған көрінеді. Оның себебі ГМО-дан түсетін табыс көзі болып отырса керек. Мәселен, дамыған елдердің бір қатарында жүргізілген сараптама нәтижесі есекпен атты будандастырып алынған жануардан ұрпақ өрбімейтіндігін, гендік өзгеріске ұшыраған картопты жеген егеуқұйрықтың да, жүгеріні жеген тышқанның да көбеймейтіндігін көрсеткен. Сондай-ақ картоп геніне сарышаян генін қосу арқылы ешқандай жәндік жемейтін картоп түрінің, қызанаққа солтүстік камбаласының генін қосудан аязға төзімді үсімейтін қызанақ түрінің қасиеттері алынған. Тек осындай өзгертілген өнімдермен қоректенген жануарлардың да түгелімен өлі туылған. Дәрігерлер мұндай өнімдердің асқазанның сілекейлі қабатының құрылымын бұзып, зат алмасуды нашарлатып, иммунитетті төмендететіндігін айтады. Тағы бір қатар ғалымдар ГМО-ның адам ағзасына кері әсерінің болуы мүмкін емес деген пікірде. Балалар, тыңдалған мәтін бойынша проблемалық сұрақтар дайындап көрейік. Үшінші тапсырма. Аштықтың алдын алудың басқа қандай жолы бар деп ойлайсың? Гендік өзгеріске ұшыраған өнімдердің адам ағзасына кері әсері болуы мүмкін емес деген ғалымдардың пікірімен келісесіз бе? Төртінші тапсырма. Мәтіндегі ақпараттар бойынша өз пікіріңді дәлелде. Бірінші сөйлем менің ойымша. Екінші сөйлем себебі мен оны деп түсіндіремін. Үшінші сөйлем оны мен деген деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем осыған байланысты мен деген шешімге келдім. Менің ойымша, гендік өзгеріске ұшыраған тағамдарды пайдалану қауіпті. Екінші сөйлем себебі гендік өзгеріске ұшыраған өніммен қоректенген егеуқұйрықтың да, тышқанның да көбеймейтіндігі дәлелденген. Оны мен ГМО-ның кең тарап кетуінен құрт түспейтін, ұзақ сақталатын, аязға төзімді, жәндіктер жемейтін өнімдермен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен гендік өзгеріске ұшыраған тағамдарды пайдаланбаймын деген шешімге келдім. Бесінші тапсырма. Мәтінді пайдаланып, гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар туралы сызба дайындаңыз. Гендік өзгеріске ұшыраған тағамдардың таралуына ғаламдық аштық себеп болған. Гендік өзгеріске ұшыраған тағамдарды пайдалану қатерлі ісік ауруларына, тұқым қуалайтын кемтарлыққа, ұрпақсыздықтың көбеюіне, адам ағзасындағы өзгерістерге алып келеді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.